Сарымсақ жегенде денеңізде қандай өзгерістер болатынын көріңіз. Барлықтарыңызға сәлем. Видеоны көрмес бұрын қазақша контентті қолдап кетіңіз. Каналыма жазылып лайк басып достарыңызбен бөлісіңіз. Сарымсақтың құрамында антибиотикпен теңесетін аллицин бар. Дәріханадағы антибиотиктер ішіңіздегі зиянды бактериямен қоса пайдалыларын да жойып жібереді. Сарымсақтың құрамындағы заттар табиғи антибиотик ретінде тек зиянды бактериялармен күреседі. Ал сіз ауырсаңыз, дәріхана химикаттарын таңдайсыз ба, әлде табиғи өнімді пайдаланасыз ба? Төменге комментарий жазып жауабыңызды қалдырыңыз. Сіздің бақшаңызда емдік қасиеттері бар көптеген өсімдіктер бар, және олардың бірі сарымсақ. Ерте заманнан бері алғашқы дәрігерлердің бірі болған Гиппократ сарымсақты медицинада кеңінен қолданған. Ол пациенттеріне денсаулықты жақсарту үшін күнделікті сарымсақ жеуге кеңес берген екен. Тағы бір қызық дерек, археологтар сарымсақ ежелгі Египетте қандай да бір мистикалық немесе ғұрыптық мәнге ие болды деп есептейді. Өйткені кептірілген сарымсақ перғауындардың қабірлерінен, атап айтқанда мумиялардың ауыздарынан табылған. Осыдан ақ біз сарымсақтың тарихы ертеден келе жатқанын байқаймыз. Сарымсақ вирустар мен суық тиюден сақтайды. Ғалымдар да қыста ауырмау үшін үнемі сарымсақты жесе иммунитеттің көтерілетіндігін анықтаған. Себебі оның құрамында витаминдерден бөлек аллицин бар. Сарымсақ сізді аурудан қорғау үшін оны шикідей қолдану керек. Аллицин тек өсімдік жасушаларының механикалық бұзылуынан, яғни оны кескенде немесе ұсақтап турағанда түзіледі. Оны қайнату немесе пісіру денсаулыққа тигізетін пайдасын түгелдей дерлік жояды. Сарымсақты күнделікті пайдаланған жағдайда тұмау сырқауда 60% алдын алуға болатыны дәлелденген. Тұмаудың алдын алу немесе ауыра қалған жағдайда емдеу үшін күніне 2-3 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған жақсы. Қан қысымын қалыпқа келтіреді. Егер сіз жоғарғы қан қысымынан зардап шегетін болсаңыз, күнделікті тағам мәзіріңізге сарымсақты қосыңыз. Ол қан тамырларын кеңейтеді және қан қысымын төмендетеді. Жүрекке түсіретін қысыммен бас ауруын қойдырады. Гипертониямен күресу үшін күніне 4 тіс сарымсақ жеу керек. Оған қоса, сарымсақ қандағы холестерин деңгейін 10-15%-ға төмендетеді. Бұл біз үшін нені білдіреді? Жүрек ауруы немесе инсульт қаупі 2 есе азаяды деген сөз. Есте сақтау қабілеті бұрынғыдан қарағанда жақсырақ бола түседі. Біз тамақ пен оттегін алып, оның орнына энергия өндіреміз. Бірақ уақыт өте келе бұл процестің жасушалары бұзылады. Адам қартайып, терілері салбырайды. Ал ақыл есі бұрынғыдай емес, интеллекті де төмендей бастайды. Ал антиоксиданттар бізге жас болып қалуға көмектеседі. Фармацевтикалық компаниялар антиоксиданттық қоспаларды қымбат ақшаға сатады, ал кәдімгі сарымсақ құрамында қартаюға қарсы тонна ингредиенттер бар және арзанға түседі. Сарымсақты тұтыну арқылы егде жастағы адамдар Альцгеймер ауруының алдын алады, ал жастар есте сақтау қабілеті мен ми жұмысын жақсартады. Ол үшін сізге тек сарымсақты үнемі жеу қажет. Төзімділікті арттырады. Сарымсақ жүрек пен бұлшықетті тиімді жұмыс істеуге итермелейді. Егер сіз спортпен айналыссаңыз, онда бұл өнімді тұтыну сіздің нәтижеңізді одан ары жақсарта түсуге септігін тигізеді. Ежелгі Грекияда допинг қолданысқа енбес бұрын олимпиадашыларға допингтің орнына сарымсақ берген. Дегенмен, таяқтың 2 ұшы бар дегендей, пайдасы көп супер өнімінің де қарсы көрсеткіштері бар. Дәрігерлер бала емізетін әйелдерге және жүктілік жағдайында сарымсақты көп жеуге кеңес бермейді. Оны денеге жаққанда күйдіру әсерін беруі мүмкін. Жоспарланған операциялардан 2 апта бұрын сарымсақты жеуге болмайды. Ол қанды сұйылтады және қан кетуіне әкелуі мүмкін. Сарымсақ құрамы түрлі элементтерге өте бай, десе де оны шамадан тыс жеуге болмайды. Әйтпесе уланып қаласыз. Күніне 8 тіс сарымсақ жесе қан кетеді. Сарымсақты аш қарынға жемеген жөн. Асқазаны ауыратындар ауруы асқынған не қозған кезде сарымсақты жемегені дұрыс. Оны көп жесе ішке газ көп жиналады, жүрек айнып бас ауырады. Дәрігерлер сау адам күніне 4 тіс сарымсақ жесе өзін жақсы сезінетіндігін айтады. Ал сіз тамағыңызға сарымсақты қосасыз ба? Осы сияқты пайдалы ақпараттарды жіберіп алғыларыңыз немесе лайк басып достарыңызға жіберіңіз. Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз.